Саламатсыздар ма оқушылар? Біз бүгін сіздермен судың қайнау қисығын зерттеу, яғни 7-ші сыныптарға арналған номер 5-ші зертханалық жұмысты бастаймыз. Бұл жұмыстың мақсаты судың қайнау қисығын сызу. Ол үшін, бұл тәжірибені жасау үшін бізге қажетті құрал-жабдықтар: тұрғы, спиртшан, су бар стакан, өлшегіш цилиндр және термометр, секундомер. Жұмысымызды бастайық. Ең бірінші біз 50 мл суды өлшегіш цилиндрге құйып өлшеп аламыз. Міне, көріп тұрғандарыңдай 50 мл суды цилиндрмен өлшеп колбаға құямыз. Колбаны асбест орналасқан тұрғыға орналастырамыз. Спиртшанды жағамыз. Спиртшанды жағып, әрбір 2 минут сайын колбадағы судың температурасын термометрмен өлшейміз. Бастапқы температурасын өлшеп аламыз. 27,0. Жайлап су ысы бастайды. Әрбір 2 минут сайын судың температурасын өлшеп отырамыз. Байқасаңдар, балалар, температура жайлап көтеріліп келе жатыр. 27-де 8, 9, 28, 28-де 1. Жайлап қызып келатыр суымыз. Бастапқы температураны 27 градус деп жазып алыңдар. Bir minutumuz öttü. Екі минутымыз өтті, балалар, жазамыз. 2 минут өткенде температура 41 градус болды. Келесі 2 минутты бақылаймыз. Температурамыз жайлап көтеріліп келе жатыр.
Колбаны азбесті бар торға орналастырдық, себебі берілген жылу колбаға біркелкі таралу қажет. 1 минутымыз өтті. Суымыз жайлап қызып, майда көпіршіктер пайда болып жатыр судың колбаның түбінде. Екі минут уақытымыз өтті. Судың температурасын жазып аламыз. 60 градус. Байқасаңдар, балалар, колбаның қабырғалары да буланып жатыр. Яғни суымыз ысып, қайнауға жақындап жатыр. Физика пәнінен білеміз, бізде су 100 градуста қайнау керек. Bir minut уақытымыз өтті. Келесі 1 минутты күтеміз. Колбаның қабырғасында су буы пайда болып жатыр, және судың өзінде майда көпіршіктер пайда болып жатыр. Жақын қалды қайнауға. Келесі 2 минутымыз өтті. Температураны жазып аламыз. 77,7 градус.
минутымыз өтті. Су жаймендеп буланып жатыр. Қолбаның түбіндегі су көпіршіктері көбейіп, дыбыс шығара бастады. Екі минут уақытымыз өтті. Температура 90 градус болды. Су қайнап 100 градусқа жетті. Яғни судың қайнау температурасы 100 градус. Көріп тұрғандарыңдай, қолбадағы су қайнап жатыр. Міне, бақылайтын болсаңдар, балалар, қолбадағы су қайнап жатыр. Температура 97. Температурасы 100-ге келді. Спиртшанын сөндіреміз. Яғни балалар, біз бүгінгі зертханалық жұмыста судың қайнау температурасын анықтап, әрбір 2 минут сайын қайнау температурасының өлшемін жазып отырдық. Және де осы алынған мәліметтерге қарай отырып, біз судың қайнау қисығын тұрғызамыз. Сендерге бүгінгі сабақ өте қызықты болды деген ойдамын. Келесі кездескенше қош, сау болыңдар.